Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге барлығымыздың үйімізде бар әсел пеште жасалынатын үлкен творожный пирогтың рецептін ұсынамын. Алдымен біз ыдысқа ұнды електен өткізіп саламыз, және бізге тоңазытқыштан шыққан сары май қажет болады. Сары май менде 82% сары май. Сары майымызды алып ұнға аунатып, үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Әр үккіштен өткізген сайын ұнға аунатып отырыңыздар. Майымызды өткізіп алған кезде біздің ұнымыз осылай түйіршік болуы қажет. Ұнның үстіне бір жұмыртқаны жарып саламыз, және де 100 грамм шекер қажет болады бізге. Ары қарай қаймақ саламыз. Қаймақ 3 ас қасық салып, алдымен қамырымызды илеп көреміз. Қамырымыз егер иленбей қою болып жатса, тағы да кішкене қаймақ қоссаңыздар болады. Барлық керек заттарды описание бөліміне жазып қоямын. Қолымызбен песочный тесто илеп аламыз. Міне біздің тестамыз дайын. Осы қамырды алып пакетке саламыз. 40 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Ары қарай салмасын дайындаймыз. Салмасына осындай творог қажет болады. Менде түйіршіктелген творог болғаннан кейін қазір блендермен езетін боламын. Үстіне 2 жұмыртқаны жарып саламыз, және де шекер саламыз. Шекер 100 грамм жеткілікті. Оның үстінен қаймақ саламыз. 3 ас қасық қаймақ саламыз. Барлығын блендердің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша езіп аламыз. Видеоға мұқият қараймыз. Мен бидончик деген 9%-дық творог қолдандым. Достар, егер сіздерде блендер болмаған жағдайда шанышқын көмегімен езсеңіздер болады. Міне біздің салмамыздың консистенциясы осылай болып шығады. Ары қарай тоңазытқышта тұрған қамырымызды аламыз. Қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін үлкен, бір бөлігін кішкене етіп бөліп аламыз. Бөлінген бөлігін қайтадан пакетке саламыз. Үлкен бөлігін алып, қолымызбен кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Қамырдың формасы маңызды емес. Қамырға кішкене ұн сеуіп жайыңыздар, қамыр кішкене жабысқыш болып келеді. Қамырымызды мен әсел пештің табасы 4 бұрышты болғандықтан 4 бұрышты етіп, үлкен етіп жайып алдым. Міне жайылған қамырымызды алып, табамызға пергамент қағазын төсеп, қамырды саламыз, жан жағын тегістеп аламыз. Салмамыз біздің сыртқа шығып кетпес үшін осылай табамыздың жан жағына біркелкі етіп қамырымызды дұрыстап аламыз. Міне қамырымызды осылай дұрыстап алғаннан кейін салмамызды салып, жақсылап біркелкі етіп жайып шығамыз. Міндетті түрде достар, жасап көріңіздер. Қазір барлығыңыздың үйінде әсел пеш бар, сондықтан сіздерге арналған рецепт. Ары қарай жаңағы кішкене алып қалған қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды кескіштің көмегімен немесе пышақтың көмегімен кессеңіздер болады. Міне видеодағыдай етіп, ұзынша етіп кесіп алып, жаңағы салмамызбен дайындап қойған пирогымыздың үстіне әдемі етіп қойып шығамыз. Достар, рецептеріңіз сәтті шыққан қаласаңыздар, видеоны үзбей соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Және де менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Ары қарай жұмыртқаның сары уызын жағып, табамызды 180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минутқа салып аламыз. Міне достар, біздің пирогымыз осылай болып пісіп шықты. Мен әсемдік үшін бетіне сахарный пудра септім. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Пышақтың көмегімен пирогымызды қалаған өлшемде кесіп алып, дәмін көрсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Хош, сау болыңыздар.